лагерь Бараб. Он открылся в этом году. В летний период у нас 8 сезонов. Детей мы каждый сезон принимаем по 208 детей. Сейчас работает у нас 4-я смена. Лагерь, все условия есть для детей. И соблюдена и безопасность, и все проекты абсолютно. Но в основном у нас концепция — это экология, бережное отношение к природе. Это самая основная концепция. Мына шілде айының соңында біз мына білім басқармасының мына тәрбие жөнінде жасап жатқан жұмыстарына кезекті отырыстарынаймыз. Сол себептен біздер қалыптасқан дәстүр қоғамдық кеңесте сол мәселе қаралатын кезде біз сол салаларды, нысандарды барып аралап мониторинг жасаймыз. Бүгін мына өздеріңіз көресіз, Бараб балалар спорт лагеріне келіп отырмыз. Бұл жерде керемет ұйымдастырылғанын көрдік. Табиғаттың аясында барлық неше түрлі клубтар, неше түрлі үйірмелер жұмыс істеп жатыр. Мына балалардың осы тәрбие жұмысына ертеңгі күнге жаңа тұрпат, жаңа Қазақстанның жастарын тәрбиелеуі өзіндік себебі тигізеді деп айта аламыз. Мына таза, бұл табиғатты аялау, туған жерді аялау, су мен тасына қарап еліңді сүйесің ғой. Мына жастардың бойында осында патриоттық тәрбие беруге өте мықты ойластырылған нәрсе екен. Жалпы мына балалардың бұл жерде демалыстарында қауіпсіздік мәселесі бізді таң қалдырды. Барлық мына 13 гектар жердің айналасының бәрінде мына бақылау камералары қойылған. Отрядтың мүшелеріне 2 адамнан жетекшілер тағайындалған екен. Жалпы айтқанда мына ата-аналар да, қала тұрғындары да ешқандай алаңсыз балаларын осындай спорттық сауықтыру лагеріне жібере беруге болады деген ұйғарымға келдік. Жаңа жаста сол балалардың тамақ ішіп жатқан кезде ас мәзірінде көрді. Керемет бәрі. Ал оны тамақ әзірлейтін жерлердің бәрінің қондырғыларын көрсеңіз, бәрі стандартқа сай екенін көріп, тап-таза тұйнақтай екенін көрдік. Жалпы мына осындай біздің демалыс жастарға арналған, балаларға арналған жазғы демалыстар дұрыс орындала берсін. Осыны дұрыс орындалып отырған мына білім басқармасының басшысына, Қасымхан Сенғазыұлы бастаған ұжымға, мына лагердің басшысы ұйымдастырған шаруалар әлі де жоғары жетістіктерге жете берсін тілектеспіз.